қойыңдар. Бүгінгі сабақта бізде кім жоқ? Бүгінгі сабақта бізде Боранқұл Жанболат жоқ. Жанболат жоқ, басқамыз түгелбіз. Онда балалар сабағымызға тоқталайық. Өткен сабағымызда қандай тақырып өтіп? Кім айтады? Кім өткен тақырыпта не өтіп? Әлихан айтшы, өткен тақырыпта қандай тақырып өтіп? Біз өткен тақырыпта Фариза оңғарсыны соны үйге Фариза оңғарсыны толық зерттеп, өмірбаянын біліп келуге үйге берді тапсырды. Өте тамаша, отыра ғой. Енді сабағымыздың барысында өзімізге белгілі Фариза Оңғарсынованың тақырыбымыз қандай екен? Сол шығармашылығын дедік, өмірбаянын дедік, бірақ соның ішінде бүгін Фариза Оңғарсынованың Ернар қандай тақырыбын өтеді екенбіз? Өлең мен сені аялап өтем. Өлең мен сені аялап өтем. Енді осы өлең мен сені аялап өтемінді өту үшін біз алдымызға қойған мақсаттарымыз болу керек. Мысалға, бұл сабағымызда мақсаты қандай деп ойлайсыңдар? Нұржігіт? Шығарманы басқа түрлендірген осы мазмұнда туындылармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау. Басқа өлеңдермен салыстыра отырып, көркемдік құндылығын бағалау. Ал енді біз коктейль әдісі бойынша талқылау сұрақтарына көшеміз. Гүлзім, Фариза Оңғарсынованың бірінші талқылау сұрақ қандай екен? Фариза Оңғарсынова туралы не білесіздер? Фариза Оңғарсынова 1939 жылдың 25 желтоқсанында Гурьев облысы Манаш ауылында дүниеге келген. Кішкентай кезінен оның үйінде араб, латын тіліндегі кітаптар өте көп болған. Оларды оқып, ол өзінің сауатын ашып, өзінің бүкіл өмірін шығармашылыққа арнап көптеген өлеңдер жазады. Ой, рахмет, ары қарай жалғастырады Ернар. Қандай өлеңдер бар, жалғастыра ғой? Туған жер жыр менің планетам, Абайды іздеу. Туған жер, туған ауыл мен үшін қымбат. Ал осы өлеңдердің жинақтары шыққан екен, Әсем-ай. Қандай жинақтар бар екен? Маңғыстау маржандары, сағыныш, бұл, шілде, мазасыз құшақ және тағы да басқалары. Ал енді бізде үшінші талқылау сұрағына келіп тұр. Әмина. Не себепті Фариза ақынды поэзия падишасы деп атайды? Менің ойымша, себебі қазақ елінде кезінде көп қыз ақын жазушылар болмаған, ал Фариза солардың бірі де бірегейі, әрі әдебиет атуындағы поэзия жанрында көп жыр жазған ақын. Сондықтан да оны поэзия падишасы деп атап кеткен. Өте тамаша. Ал онда ары қарай өлең мен сені аялап өтем туындысы бойынша талқылау сұраққа Әлихан. Өлең мен сені аялап өтем туындысында ақын неліктен өлеңді аялайды, саялайды деп ойлайсыңдар. Менің ойымша Фариза Оңғарсынованың өлеңді аялау себебі ол жан дүниесіндегі ішіндегі мұңын, ішіндегі сезімін осы өлең арқылы жеткізе алады. Және де кейін сол кездері Ғабит Мүсірепов те осы өлең Фариза Оңғарсынованың өмірлік танымына айналды деп айтқан екен. Өте тамаша. Енді қазір Ғабит Мүсірепті мен өткенде айтқан, жазушыларды айтқан деректері бойынша өздерің оқып жаттап келіңдер деген. Енді осыда Гүлсім ата айта қойшы, Ғабит Мүсіреп туралы не айтқаны туралы оқыдың ба? Иә. Бұдан да ертеректе жас кезінде Фариза Оңғарсынова өзінде сенімді кезінде қаламды қолына алып, атақты өлеңнің шығармасын шығарған. Ода өзінің мұңын және де неге жүгінеді деген туралы айтылған. Отыра ғой, неге жүгінгені туралы осы жерде айтылады. Енді қараңдар, Фариза ақынды қарастырдық. Осы ақынның туған жер деген өлеңі бар екен, е? Осы туған жер өлеңін кім өзінде айтмаған дәлел бере алады? Алдарыңызда нелеріңіз жатыр, қол көтеріп, сол туған жерді қайсыларыңыз айта аласыздар? Сезім айта қойшы. Ақын туған жердің қатарын «О туған жер» атты өлеңінде былай дейді. О туған жер, кеңпейір құшағың кең, саған көңіл бұлқынар күш ағыммен, сағынышымды қанат қап саған қарай, балапандай талпынып ұшамын мен деп айтады. Әрбір адам өзінің отанын, өзінің туған жерін құрметтеп қастерлейді. Өте тамаша. Енді балалар өлең, лирика, жалпы кімі туған жерін туралы айтты. Енді бұның поэзиясы дейді. Осы поэзия деген өлеңде не туралы айтылады? Қысқаша кім айтып бере алады маған? Поэзия. Ернар айта ғой көрейік. Құдіреті
құдіретті күшті поэзия туындысында поэзия деген қалыққаны, құдірет, қасіретті мұрасы жарықтаны. Ол сезімнің оралмас мөлдірлігі уақыт шағын бойына дарытпады. Уақыт шағын бойына дарытпады деп атайды. Өте жақсы айтылған. Енді балалар десе, бұл жаңаға поэзия патшасы деп қарастырдық. Ал енді мен жаңа айтып кеттім ғой, Ғабит Мүсірептің үзіндісінен келтірдік. Ал басқа да біздің жазушыларымыз осы поэзияны поэзияның шыңы деп айтады екен. Ол туралы Шерхан Мұртаза айтқан екен. Осыны кім айтып бере алады? Шерхан Мұртазаның осы поэзияның шыңы Фариза Оңғарсынова деп айтқан сөзін. Ернар, не деп айтады Шерхан Мұртаза? Фариза Оңғарсынова поэзияда да прозада ұялы. Прозасы сол шыңды тіреп тұратын шоқылар деп атайды. Оны атаған біздің өзімізге жерлесіміз Шерхан Мұртаза айтады. Ал енді бірақ осының шын мәнінде биік тұлға екендігін Әбіш Кекілбаев атап көрсетеді. Осы Әбіш Кекілбаев не деп айтып кетеді? Нұржігіт? Фариза шын мәнінде бүкіл халықтық махаббатқа ие болып, оны өз көзімен көріп кетті. Бұл шын мәнінде өте сирек кездесетін құбылыс еді. Фариза кейде кеткенше ерлікпен арпалысты, және де өмірмен арпалысты. Өте тамаша. Ол былайша айтқанда өмірмен арпалысының бәрін өлеңмен жеткізді. Бірақ бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз қандай еді? Өлең, мен сені аялап өтемін. Ал енді осыдан кім үзінді маған айтып береді? Өлең, мен сені аялап өтемін. Аружан? Нала күндерімін, серігі болғаның үшін, сенімі болғаның үшін мен сені аялаймын. Біреудің пасықтығынан, біреудің жазғы мұңынан, жүрегім сыздаған кезде, жаным мұздаған кезде мен сені саялаймын. Түр түсін көріп, шаттанып қалған шағында жеткендей арман сағынған. Ажалмен айқасқан сәтте қыршын жас көзілгенін көріп, өткінші сезімдерді көріп, кешегі достым дегенің минутта жерінгенін көріп, кімнен өшігі алатындап тұрмын. Өте тамаша. Енді балалар десе, біз өткен сабақтан бері қарай Төлеген Айбергеновтың сағынышын өтіп жатырмыз, оның алдында Мұқағали Мақатаевтың поэзиясын өттік. Енді бүгінгі біздің сабақтағы мақсатымыз өзіміздің оқып білген өлең, поэзияларды бір-бірімен салыстыру және оның тарихи құндылығын білу. Енді сол себепті әр топқа мен алдарыңызға сызылған сызба постерлер тастаған болады. Өтеміш шығармасындағы ұқсастықтарды тауып, бірінші топқа поэзия патшасын дайындайсыздар. Екінші топ Фариза жазушы тобы бойынша пентаграммада әдісін, тақырыбы ұқсастықтары. Одан кейін келесі топқа қос диаграмма. Қос диаграмманы бала бүгін біз бірінші рет пайдаланып отырмыз. Қос диаграмманы пайдаланасыздар. Одан кейін барып төртінші топ осы Фариза Оңғарсынова бүгінгі өтіп жатқан өлең, мен сені аялап өтем өлеңіне не жазамыз? Құндылығына қарай комментарийді төртінші топ жазуды бастаймыз. Алдыңыздағы постерлерді алып, 3 минут уақыт берем жазуды. Салыстыру. Бірінші өлең мен сені аялап өтем Фариза Оңғарсынова. Бұл өлеңді Фариза Оңғарсынова өлеңге арнап жазған. Себебі Фариза бар өмірін өлеңге арнап, өлеңмен сырлас болған. Екінші өлең бізде Мұқағали Мақатаевтың поэзия отырған еді. Енді поэзия өлеңі. Құдіретті күшті поэзия. Бұл поэзия өлеңінде жырланады. Ақын шығармашылығы ешкімге ұқсамайтын өзіндік қырлары үні бар. Қазақ әдебиетінде поэзия жанрының ең шыңына жеткен, терең мағынасымен барып алған еді. Рахмет. Ал енді топтық бағалау бойынша топтық жұмысқа 2 жұлдыз, 1 тілек әдісі бойынша бағалаймыз. Алихан, қай топты бағалай келдіңдер? Айтауы? Бірінші топты бағалай келдім. Бірінші топты айтар келсем, Мұқағали Мақатаевтың толықтай жазып, ол толықтай жазды деп ойлаймын. Және де қорытындылай келсек, қорытындыда толық дұрыс жазды деп ойлаймын. Бірақ та бірінші топқа айтарым, ұқсастықтарын келтіргенде осы шығармалардан, яғни өлеңдерден үзінді келтіріп жазу керек деп ойлаймын. Тамаша. Алдарыңызда тұрған жеке тапсырма. Яғни бүгінгі тақырып бойынша 5 пікір әдісін пайдаланамыз. Жерде сіздерге берілген аялау сөзін қолдана отырып, ақынның өлеңін көркемдік құндылығына 5 сөйлеммен баға беріп көріңіз. Алдында үлгі жазылып тұр.
жеке тапсырма бойынша мен 5 пікір әдісін бергенмін. Соны жазып болдық па? Онда жазып болатын болса, сабақ соңында кері байланыс ретінде мен жинап алам. Енді жаңағы топтық тапсырма болған кезде, соңында топқа қосылмаған 2 балаға жұптық тапсырма бергенбіз. Сол жұптық тапсырманы кім бағалап береді ма? Болады, Амина. Бірінші, өлеңді ардақтай білу және аялау дұрыс белгілеу. Өте тамаша. Қошеметтеп қояйық, 2 жұптық тапсырма белгіленген. Енді бойынша әрқайсысын өздеріңіз берген тапсырмаларына бағалап балдарыңызды аласыздар. Екінші, бұл жалпылама сыныптың бүгінгі сабақтағы кері байланысы. Яғни бұл кері байланыс белсенді қатыстым, сабақ түсінікті болды, одан кейін бар қызықты болды, жаңа ақпарат. Жаңа ақпарат дегенде жаңа бір жаңалық естісеңіздер белгілейсіздер, басқалар берген жаңағы кері байланыстарымыз бойынша мен танысып шығамын, қандай сіздердің ұсыныс пікірлеріңіз бар екенін. Ал енді үйге тапсырма сіздерге мен пір тұтқан ақын, яғни Фариза Оңғарсынова туралы деректі көздерді жинап, көп материалдар алып келеміз. Себебі ішімізде жақсы материалдар мен құнды мәліметтер болғаннан ғылыми жоба жазуға дайындаламыз. Сондықтан үй тапсырмасын өздеріңізге жазып алыңыздар. Ал жаңағы берілген өздеріңізге берілген 5 тәсіл әдісі бойынша 5 пікірлеріңізді маған тастап кетесіздер. Бүгін сабаққа атсалысқандарыңызға рахмет. Бүгін сабағымыз аяқталды.